жазамыз. Қызық сауалдың құпиясын ашамыз. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауапта бар бәріне, мен ақылды ай доспын. Қалжың сүйер Абылай, ай болат бар білімді. Айзереге айтқайсын ішіңдегі сырыңды. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауапта бар бәріне, мен ақылды ай доспын. Сурет салу, жыр жазу қолымыздан келеді. Ғаламның бар ілімі миымызда себебі. Сұрағыңды қоя бер, ойланбастан ай достым. Жауапта бар бәріне, мен ақылды ай доспын. Сәлем достар, сендермен бірге мен Айдос және менің ең ақылды достарым Айболат, Айзере және Абылай. Балапан арнасының нейро жүйесіне қош келдіңдер. Біз сендердің барлық сұрақтарыңа жауап беруге дайынбыз. Себебі біздің жадымызда барлық сұрақтың жауабы дайын. Сұраққа ғана жауап бермейміз. Сурет те саламыз, өлең де жазамыз, дизайн да жасаймыз. Бір сөзбен айтқанда біздің қолымыздан бәрі келеді. Ендеше сұрақтарымызды бастап жіберейік. Сәлем менің білгір достарым. Біз тарих сабағынан ақтабан шұбырынды жайлы көрініс дайындап жатырмыз. Мен батырдың рөлінде ойнаймын. Ол кездегі батырлардың қару-жарақтары қандай болған? Мүмкіндік болса, маған салып сызып бере аласыздар ма? Суретке қарап, әкем жасап берет депті Санжар есімді балақай. Әрине, ол кездегі басты қарулар қылыш, найза, қалқан, садақ, шоқпар болды. Санжар, саған қазір оның суреттерін Айболат жасап береді. Солай ғой Айболат? Я, мен қарулардың суретін дайындағанша Абылайдың әңгімесін тыңдай тұр. Ақтабан шұбырындының алдында қазақ жерінде 7 жылға созылған жұт болған. Жұттан арып шаршаған кезде тұтқиылдан жоңғарлар шабуыл жасады. Жоңғар ханы Севан Рабдан әскерлерін найза қылышпен емес, оқ дәрімен, отты қарулармен жабдықтады. 1723 жылы қазақ жеріне олар 10 мың әскермен 7 қол болып басып кірді. 2 жылға созылған соғыста қазақтың рухы жығылмады. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қасық қаны қалғанша соғысып, ұлан ғайыр даламызда аман алып қалды. Бөгенбай, Қабанбай, Саурық, Жәнібек, Малайсары, Абылай, Әбілқайыр бастаған қол Бұланты мен Бөленті өзендерінің жағасында жоңғарларға қарсы майдан ашып, Аңырақай даласында жауды ойсырата жеңді. Міне, менің қару-жарағым дайын болды. Мұнау қылыштың суреті, ал мұнау найза, қалқан, айбалта, садақ, ал мұнау жебелері. Бұларды қауіпсіздік үшін ағаштан жасаған дұрыс деп ойлаймын. Әрі жеңіл болады. Металдан жасалғандарды балалар көтере алмайды, және оны ұстап жүру өте қауіпті. Айболат, мен де сенен қалыспай батырлардың сауытын жасап қойдым. Мұнау дулығасы, мұнау сауыты. Бұларды анаң тігіп береді. О, мұна сауытты киіп, 5 қаруыңды асылып алсаң, нағыз батырдың өзі болып шыға келесің. Шынымен де, сендердің қолдарыңнан келмейтін нәрсе жоқ. Айзере тіпті айтқызбай-ақ жасап тастайды. Рахмет сендерге. Бізге тағы да бір сұрақ келіп тұр. Мен оқып берейін. Мен өте қорқақпын. Қорықсам, аяқ қолым өзіме бағынбай, дірілдеп кетеді. Неге адам қорыққан кезде дірілдейді депті Наздана есімді балақай. Өте қызық сұрақ.
Бізде ондай сезімдер болмағандықтан дірілдеу дегеннің не екенін білмейміз. Айболат, аяқ қол былай дірілдейді. Абылай, сенің дірілің беге ұқсап кетті. Қазір біреу әуен қоссақ, билеп тұрған адам болып шыға келесің. Барынша тырысып едім, қолымнан дірілдеу келмейді екен. Сендердің қолдарыңнан келмейтіндей нәрсе бар екен ғой. Шынымды айтсам, адамға тән эмоцияларды шығару мен үшін өте қиын. Себебі сенде адреналин гормоны жоқ. Қорқыныш кезінде бүйрек үсті бездері қанға көп мөлшерде адреналин гормонын бөледі де, адамда өз денесін басқара алмау сияқты сезімдер болады. Негізінде қорқыныш адамның ең күшті эмоцияларының бірі. Ол өзін өзі қорғау сезімінен туындайды. Қорқыныш деген сондай жаман нәрсе емес. Қорқу арқылы адам өзін өзі қорғауға дайындалады. Адреналин бөлінгенде белсенділік арта түседі. Егер мұндай кезде адам ешқандай әрекет жасамай, эмоциясын ішке қарай тығатын болса, денеде адреналиннің кері әсері басталады. Сондай-ақ қол дірілдейді. Себебі адреналиннің әсерінен аяқ қолға қан шамадан тыс барады. Кейбір адамдар қорыққанда есін жоғалтып алып жатады. Немесе аяқ қол қатып, жүре алмай қалады. Сонымен қатар қорқыныш сезімі тек адамға ғана тән сезім емес. Жан-жануарлар да қорқады. Олар қорыққан кезде бірден қаша жөнеледі, немесе қарсы шығады, яғни тірі қалу үшін күреседі. Қорыққан кезде адреналин қандағы кортизол мен стресс гормонын көтеріп жібереді. Соның салдарынан жүрек тез соғып, тыныс алу жиілейді, тер басып кетеді. Бұның бәрі мидан келетін қорған деген сигнал. Егер қорқыныш сезімі болмаса, қасқыр мен қой бір жерде жүре береді. Қасқыр қалаған уақытында қойды бас салып, ал қой қарсыласпай жем бола салар еді. Қорқыныш сезімі ең алдымен қорғаныш үшін қажет. Достар, бізге өте қызық сұрақ келіп тұр, мен оқып берейін. Теледидардан ауа райы болжамын айтқанда, соның бәрін қайдан біліп алды екен деп ойланып қалам. Сұрайын дегенім, ауа райын өлшейтін арнайы құралдар бар ма сонда депті Даниял есімді балақай. Мынау бір ерекше сұрақ екен. Ауа райын болжайтын бірнеше құрал бар. Менің қолымдағы ауаның қысымын өлшейтін құрал барометр деп аталады. Оны 1643 жылы Италияның физигі Евангелиста Торрикелли ойлап тапқан. Мынау бәрімізге таныс термометр. Ол ауаның температурасын өлшеуге арналған. Ал ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал гигрометр деп аталады. Оны 1755 жылы швейцариялық ғалым Йохан Генрих Ламберт ойлап шығарған. Қазір гигрометрдің цифрлық түрі қолданылады. Сонымен қатар, желді өлшеуге арналған анемометр деген құрал бар. Ол арқылы желдің жылдамдығын анықтауға болады. Керемет құрал екен. Мұндай құралдар болмаған кезде де бұрынғы қазақтар ауа райын болжай алған. Мысалы, қыста торғайлар ұясынан мамық тасыса, аяз болады. Үй құстары бір аяғын көтеріп тұрса да, аяз болады деп болжаған. Қарлығаш аспанда биік ұшса, күн ашық болады, ал төмен ұшса, жаңбыр жауады. Сиыр танауын тартып мүйізін шайқаса, боран немесе дауыл тұрады. Жауын немесе боран жұма күні басталса, келесі жұмаға дейін басылмайды. Күн қып-қызыл боп батса, күн ысиды. Жұлдыздар жарқырап тұрса, жазда ыстықты, қыста аязды білдіреді. Өлара, бес қонақ, құралайдың салқыны, құс қанаты, мизам шуақ, сүмбіле сияқты болжамдар да бар. Ол табиғат құбылысының әр маусымдағы болатын өзгерістері. Қазақ халқы тіпті желдің өзін бірнеше түрге бөлген. Ескек жел, самал жел, алтын күрек, аңызақ жел, терімсал деп кете береді. Өте жақсы жауап болды. Енді рұқсат болса, келесі сұраққа көшейік. Жарғанаттар неге тек түнде ғана ұшады? Деп сұрапты Барыс деген балақай. Жарғанаттың түнде ұшатын себебі көзі нашар көреді. Түнде шу аз, тыныш болғандықтан олар жемтігін қараңғыда аулайды. Өйткені олардың құлақтары өте жақсы естиді. Жарғанат құс болғанмен, оны сүтқоректілердің қатарына жатқызуға болады. Әлем бойынша жарғанаттың 20 тұқымдасқа бірігетін 700-дей түрі бар. Олар ұя салмайды. Үңгірлерде, ағаштың қуыстарында, шатырларда мекендейді. Күндіз бастарын төмен салбыратып, аяғымен ағашқа жабысып ұйықтайды. Жарғанат зиянды жәндіктерді жеп, ауыл шаруашылығына пайдасын тигізгенімен, кейде түрлі ауруларды таратады. Жарғанаттардың кей түрлері динозаврлар дәуірінен бері келе жатыр.
Олар 50 миллионнан аса жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызық айта кетейін. Қытай мен Жапонияда жарғанат бақыттың символы болып есептеледі екен. Ал басқа жерлерде жарғанат қорқыныштың символы сияқты. Немесе жарғанаттар шабуыл жасайды. Бір үңгірге кіріп барғанда жарғанаттар топталып ұшып, адамдарға тап береді ғой. Қазақта жарғанат көзге тисе, адам 40 күн бойы ұйықтай алмай қалады деген сенім бар. Оның қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ адамдардың жарғанат көрсе көздерін қалқалайтыны содан болса керек. Достар, бізге берілген уақыт соңына жетті. Бүгінге осымен тәмамдайық. Көріскенше күн жақсы болсын.